Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен орам жапырақтан салат дайындаймыз. Салатымыз өте әдемі, дәмді және витаминге бай салат. Бізге қажетті заттар: орам жапырақ, сәбіз, сарымсақ, кинзаның жасыл, кинзаның дәні, тәтті бұрыш, ащы бұрыш, құмшекер, тұз, өсімдік майы және уксус эссенциясы қажет. Орам жапырағымызды дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Қатты сақтаудың қажеті жоқ. Осылай төмендегі қатты жерлерін алып тастаймыз. Орам жапырақтың үстінен сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Орта жағын істетпедім, шамалы қатты болады. Кинзаның жасылы және сарымсақ. Сарымсақ үйдің сарымсағы болғандықтан көктемгі уақыт мен үйдің сарымсағын істеттім. Турап аламыз. Кинзаның жасылын да турап бір шетке алып тұрамыз. Енді осының үстіне тұзымызды саламыз. Құмшекер. Міндетті түрде құмшекер салыну қажет. Ұнтақталған кинза. Тәпені газдың үстіне жақсылап қыздырып аламыз. Қыздырып болғаннан кейін мына сіздерге жақсылап көрінсін деп мен май құйдым. Майдың үстінен тәтті бұрышымды салдым. Тәтті бұрышымыз сонда осы майға кәдімгідей қуырылып қалады және майдың түсі өзгереді. Мына қызыл, қызғыш түске айланды. Тәтті бұрыштан кейін үстінен ащы бұрышымызды саламыз. Мына көпіршік болып кәдімгідей қуырылып жатыр. Тәпем қатты қызығандықтан. Мына осы массамызды алып, енді сарымсағымыздың үстіне кәдімгідей құйып аламыз. Сонда сарымсағымыз жартылайын пісіп қалады. Ал енді қолмен жақсылап араластырамыз, жеңіл-жеңіл етіп, мыжымай. Мыжысақ суын бәрі шығып кетеді. Бұл орам жапырақ біраз тұрғаннан кейін, 1-2 сағат тұрғаннан кейін, өзі көлемінде азаяды өзі. Міне енді уксус эссенциясын құямыз. Бір орам жапыраққа маған жарты шай қасық уксус эссенциясы жетеді. Сіздер дәмге қарай көресіздер. Шамалы әшілеу қаласаңыздар, уксусыны көбірек қойсаңыздар болады. Бірақ тым көп қойсаңыздар, қатты қышқыл болып кетеді. Егер қышқыл болып қалған жағдайда, оны шекермен дұрыстасаңыздар болады. Шамалы шекер сеу жерсеңіздер, дәмі өзінен келеді. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатымыз кемінде 3 сағат тұру қажет. 3 сағат тұрғаннан кейін дәмі кіріп, салатымыз дайын болады. Салатымыз өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне салатымыз дайын түрі. Сіздерге ас болсын. Видеом ұнаған болса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.